Тараз қаласы Жамбыл атындағы номер 5 мектеп гимназиясының жоғарғы санатты химия пәні мұғалімімін. 10-шы сыныпқа арналған органикалық химия курсынан спирттердің химиялық қасиеттері тақырыбында өткізілген сабағымды назарларыңызға ұсынамын. Сабақ төңкерілген сабақ негізінде құрылып, әрбір кезеңі білім алушылардың өздігінен білім алып, шығармашылық ізденімпаздық жұмыстарын арттырып, ақпараттық-коммуникативтік технологияларды тиімді пайдалануына ықпал жасады. Оқушылар, бүгінгі химия сабағымызды бастаймыз. Отыра қойыңыздар. Бүгін сыныпта кім кезекші? Мен бүгін сыныпта барлығы келді. Отыра, рахмет. Енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біз бүгінгі сабақта қандай жұмыстар атқарамыз? Яғни бүгінгі сабақтың жоспарымен танысамыз. Бүгін үй тапсырмасы презентация ретінде берілген болатын білім-ленд сайтынан видеоматериалдар көреміз, карточкалармен жұмыс жасаймыз, learning.org сайтында жаттығулар орындаймыз, тәжірибе жасап есептер шығарамыз және жаңбыр қағазымен жұмыс жасаймыз. Барлығы түсінікті ме? Иә. Енді бірінші үй тапсырмасы презентация. Сендерге яғни үй тапсырмасы ретінде шығармашылық жұмыс берілген болатын. Сыныптағы оқушыларды 3 топқа бөліп, метанол, этанол және пропанол спирттері жайында жалпы мағлұмат жинап келуге берген болатынбыз. Ал бірінші метанол тобы бастаймыз. Тақырыпты шашуаш, яғни метанол. Метанолды алғаш 1961 жылы Бой құрғақ ағашайда өнімдер арқылы ашқан болатын. 1834 жылы Диома және Пелиго оның таза түрінде оқшауланған түрін табады. Содан кейін метанолдың химиялық формуласы анықталды. 1857 жылы биарклар метил хлориді жуу арқылы метанолды алады. Жалпы метанол басқаша айтқанда метил спирті немесе ағаш спирті деп те атайды. Оның өзіне тән иісі болады және де иісі этил спиртіне ұқсас болып келеді. Ол метанолды жалпы сірке қышқылын немесе басқа да дәрілік препараттар, бояғыш заттар мен әртүрлі еріткіштер жасауға қолданады. Сонымен қатар метанол сумен, яғни барлық кез келген қатынаста оңай араласады және де судан бөлек ол бензол, ацетон және басқа да спирттермен оңай араласа береді. Метанол жалпы ең қауіпті қатарына жатады. 10 мл метанолды ағзаға түсетін болса, ол соқырлыққа алып келіп соғады. Егер 80 немесе 150 мл метанол ағзаға түсетін болса, онда ол адам болып өзгеден озады. Сонымен қатар таза метанолдың тиімді антидоттары адамға пайдалы дәрілік препараттарды алуға көмек береді. Таза метанолдан бөлек, сонымен қатар оның салыстырмалы түрде ағзашыларда осы у бар элементтер ағзаға бәрібір қауіпті болып келеді. Бізге берілген тақырып бұл этанол. Этанол немесе этил спирті бір артында қаныққан алифатты спирт болып есептеледі. Ол түссіз, күйдіргіш және дәмі және өзіндік иісі бар. Оңай қозғалатын сұйықтық болып есептеледі. Этил спиртінің бақу температурасы 144,115 градус, ал қайнау температурасы болса 78,139 градус болып есептеледі. Бізге берілген тақырып пропанол. Пропанол ол S3H8O химиялық формуласы бар органикалық қосылыс. Оның түсі Бізге берілген тақырып пропанол. Пропанол S3H8O химиялық формуласы бар органикалық қосылыс. Оның түсі сұйықтық, жұмсақ және алкогольдік иісі болады. Пропанолдың молекуласында 3 көміртек атомы болғандықтан оның изомерлері болады және осы 3 көміртек атомы әртүрлі орналасуы мүмкін. Молярлық массасы 60,1 грамм бөлінген ойынды құрайды және де балқу температурасы 6126 градус, ал қайнау температурасы 98 градусты құрайды. Этанол сияқты пропанолда
судың құрамына кірмейді, себебі ол гидроксид функционалы тобымен сутектік байланыс түзе алады. Бағалау парағы әрбір топқа бағалау парағы берілген. Әрбір топ басшысы өз тобындағы оқушыларды 1-ден 10-ға дейінгі балменен бағалап отырасыңдар. Әр тапсырма соңында топ басшысы баға қойып отырады. Жарай ма? Бағалау қағазына қарап, әр топты бағалаймыз. Мысалға, бірінші топтың бағасын екінші және үшінші топ бағалаймыз. Екінші топты бірінші, үшінші топ бағалаймыз. Үшінші топты бірінші, екінші топ бағалаймыз. Ал бірінші топтың бағасы екінші топ қалай бағалаймыз? Топтарға берілген дискрипторларды пайдаланып бағалаймыз. Яғни спирттерді номенклатуралары бойынша атай алады ма екен? Атайды. Сонымен қатар бұл топта адамдардың барлығы толық қамтылған, ақпаратты қысқаша айтып кеткен. Сонымен қатар пропанолдың екі түрлі жағын және де олардың айырмашылығын атап кетті, сондықтан оларға жоғары баға береміз. Келесі, үшінші топ. Бірінші топты қалай бағалайсыңдар? Бірінші топ осы дискрипторда берілген барлық салаларды қамтыды. Сонымен қатар пропанол туралы барлық мәліметтерді қай салада қолданғанын айтты. Отыра ғой. Келесі, екінші топты бірінші топ қалай бағалайды? Бірінші топтың метанол жайлы толық ақпарат беріп өтті. Спирттердің жеке өкілдеріне жалпылама сипаттама берді. Осы дискриптордағы толық нәрселердің барлығын қамтып өтті. Дұрыс. Үшінші топ. Екінші топты қалай бағалаймыз? Екінші топ метанол тақырыбын толыққанды жеткізе алды. Дискриптордағы бүкіл тармақ қалыптастырылды. Дұрыс. Отыра ғой. Келесі, үшінші топты бірінші топ қалай бағалайсыңдар? Үшінші топта толықтай мәлімет ала алды. Осы спирттердің физикалық, химиялық қасиеттерін толыққандай айтып шықты. Келесі. Метанолдың химиялық, физикалық қасиеттерін және де олардың медицинада және басқа салаларда қолдануға атап өтті, жоғары баға берді. Жарайды. Яғни барлығымызға үйге берілген тапсырманы толыққанды әр топ өзіне берілген тапсырманы орындап шықты деген ойдамыз. Барлығымызға түсінікті болды. Енді келесі мынандай тапсырма оқушылар. Тақтадағы берілген реакция теңдеулеріне қарай отырып, бүгінгі сабағымыз біздің не жайында екенін кім айтып береді? Спирттердің химиялық қасиеттері жалпы спирттер туралы. Жалпы спирттер туралы. Себебі сен оны қаяқтан білдің ол спирттердің химиялық қасиеті туралы екенін? Аян айта қойшы. Себебі бұл жерде метанол спирті түрлі заттармен әрекеттесуге. Этанол спирттері басқа заттармен әрекеттесуге. Алкоголға OH қосылған, OH қосылса ол спиртқа уже жатқызылады. Дұрыс. Спирттер класы басқа заттармен әрекеттесіп, нәтижесінде басқа заттар түсірді. Сондықтан бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы спирттердің химиялық қасиеттері. Бүгінгі өтетін сабақтың мақсаты молекуладағы атомдардың өзара әсері негізінде спирттердің химиялық қасиеттерін түсіндіру. Енді спирттердің осы бүгінгі сабаққа байланысты химиялық қасиеттеріне байланысты ағылшын тіліндегі терминологиямен танысамыз. Себебі қазіргі таңда өздерің білесіңдер, ағылшын тілінде химия материалдарын интернет ресурсынан болсын, жаңағыдай әдеби кітаптардан болсын іздеген кезде өте көп ақпараттар аламыз. Сонда сол химияның терминін түсіну арқылы, білу арқылы біз ағылшын тілінде берілген мәтіндерді де түсініп оқуымыз қажет екен. Ал бірінші топтан бастайық. Мақсат оқи ғой. Saturated қаныққан, unsaturated қанықпаған, aromatic ароматты. Затинақ, Аян, Метанол бір сервис, гомолог қатар, спирттер, метанол, этанол. Затинақ, Аяна, Пентанол, пентанол, гексанол, гексанол. Octanol, nonanol,
decanol function group, функционалды топ. Топ. Please, Elfia. Saturated шартлар, unsaturated шартлар, aromatic ароматы, homology service, гормон катар. Yes. Umid, please. Этанол, пропанол, бутанол, этанол, гексанол, гептанол, октанол. That's enough. Aruna, please. Нонанол, бисанол, function group. Functional group, yeah? Окей. Өте жақсы, яғни алдағы уақытта да біз осы терминдермен жұмыс жасайтын боламыз. Келесі енді бүгінгі сабақты әрі қарай толыққанды түсіну үшін біз білім ленд сайтынан видео, бейне көрініс көреміз, видео материал көреміз. Әрі қарай этанолдың натриймен қалай әрекеттесетінін тексереміз. Ол үшін этанол құйылған сынауытқа фильтр қағазында алдын ала құрғатылған кішкентай натрий кесегін саламыз. Натрийдің этанолмен әрекеттесіп, газ түзетінін көреміз. Бөлінген газды анықтау үшін оны сынауыттың аузында жағамыз. Газ өзіне тән дыбыс шығарып тұтанады. Бұдан реакция барысында түзілген газдың сутек екенін анықтаймыз. Реакция аяқталған соң, алынған ерітіндінің бірнеше тамшысын сағат шынысында буландырамыз. Шыныда аздаған мөлшерде ақ тұнба қалады. Бұл тұнбаны суда ерітеміз де фенолфталейн қосып ерітіндінің pH-ын тексереміз. Ерітінді таңқурай түсті түске боялады. Бұл оның сілтілік ерітінді екенін көрсетеді. Этанол мен натрий арасындағы реакция барысында натрий этилаты мен сутек газы түзіледі. Натрий этилаты натрий иондарын С2H5O- этилат иондарымен бейтараптау барысында түзілетін тұзға жататын иондық қосылыс болып табылады. Сонда әрекеттесіп нәтижесінде тұз және сутек газы бөлінеді екен. Түзілген тұз қандай ортаны көрсетеді екен? Сілтілік ортаны көрсетеді. Оны біз ненің барысы? Ортасы сілтілік ортаны көрсетеді. Біз оны фенолфталейн қосу арқылы таңқурай түске боялғаннан кейін байқай аламыз. Гидроксил тобы жалғанған көміртек атомы оттектің жоғары электр терістілігіне байланысты ішінара оң зарядқа ие болады. Молекулада мұндай оң зарядталған аумақтың болуы әртүрлі нуклеофильді реагенттердің шабуылдауына себепші болады. Этанол мен хлорсутек арасындағы реакция барысында теріс зарядталған хлор атомы оң зарядталған көміртек атоммен байланысады. Нәтижесінде гидроксил тобы толығымен хлор атомымен алмастырылады. Қай бөлшегі? Спирттер құрамындағы OH-топ, яғни гидроксил топ хлормен орын алмасады. Сөйтіп бізде нәтижесінде бізде тұз бен су түзіледі. Қандай зат түзілді сонда? OH тастап хлор қоятын болсақ? C2H5 хлор 2, хлор просто қосу H2O түзіледі. H2O, яғни хлор этан түзіледі. Енді әрекеттесіп жатқан спирт, соның құрамындағы галоген топ келіп орын басады екен. Түсінікті ма? Яғни сондай реакция теңдеуі тақтаға кім жазып береді осының реакция теңдеуі? Басқа тақтаға кім жазады? Дилас.
сынауға бірнеше миллилитр үшіншілік спирт 2 метилпропанол 2-ні құйып, оған аз мөлшерде концентрлі тұз қышқылын қосып, қоспаны араластырса, ертінді біраздан соң бұлыңғырланады да, соңында 2 қабатқа бөлінеді. Жоғарғы қабат орын басу өнімі 2 хлор 2 метилпропаннан, ал төменгі қабат әрекеттеспеген тұз қышқылмен спирттен тұрады. 2 метилпропанол 2-дегі гидроксил тобының орын басу механизмі этанолдағы орын басу механизмнен кішкене өзгеше және бірнеше сатыда жүреді. Бастапқыда тұз қышқылының сутек ионы гидроксил тобының оттек атомына қосылады. Содан соң судың бейтарап молекуласы бөлініп шығып, тұрақты үшіншілік карбкатион түзіледі. Кейін хлор сутектің хлор атомы карбкатионға қосылады. Бұл сутек ионының бөлініп шығуымен бірге жүреді. Этанолдың дегидратациясы жоғары температурада және катализатор алюминий оксидінің қатысында жүзеге асады. Реакция ыстық катализатор салынған сынауық арқылы этанол буын өткізгенде жүреді. Алдегидтер аммиактың күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен Алынған альдегид тотықсыздандырғыш қасиетке ие болғандықтан, оны Толленс реактивінің көмегімен, яғни күміс тұзының аммиак суындағы ерітіндісімен реакциясы бойынша анықтауға болады. Альдегидтердің болуы ыдыс қабырғаларында күміс айнаның пайда болуы арқылы анықталады. яғни проделкалардың қабырғаларында бөлінген күміс пайда болды. Түсінікті ма? Яғни бұлардың барлығы, біз көрген видеолардың барлығы ол спирттердің несіне жатады екен? Қасиеттеріне жатады екен. Енді осы видеоматериалдан көрген білімімізді әрі қарай шыңдау үшін мен қазір карточкалар таратамын әр топқа. Сол карточкалардағы реакция теңдеулері не туралы, яғни не бейнеленген, соны талқылап түсіндіреміз. Түсіндіріп айтып берейік бірінші. Ал, қай топ дайын? Спирттердің дегидратациясы белгіленген, яғни нәтижесінде этилен және су түзілді. Дұрыс. Келесі. Спирттер мен активті металл яғни натриймен әрекеттесіп, натрий этилен және де H2 сутек газы. Дұрыс, отыра ғой. Тағы. Бұл карточкада бізде спирттің жану реакциясы берілген. Яғни кез келген органикалық зат жанған кезде қандай өнімдер түзіледі? Су бөлінеді. Көмірқышқыл газы мен су бөлінеді. Дұрыс, өте дұрыс. Ал Әсем, келесі карточкада не белгіленген? Карточкада спирттер мен спирттердің қосылуының нәтижесінде жай эфирлер түзіледі. Дұрыс. Ал Мақсат айтады. Бұл реакцияда спирттердің тотығу реакциясы көрсетілген, яғни қызған мыстының этанолға батырған нәтижесінде альдегид түзіліп тұр. Дұрыс, өте дұрыс. Отыра ғой. Біз өз-өзімізді бағалайықшы кәні. Мақсат, айта қойшы, спирттердің активті металдармен әрекеттесу реакциясын айта алады ма екенсің? Иә. Айта аламыз, білеміз, иә? Спирттердің дегидратация реакциясын Динас, білесің ба? Білеміз, иә? Спирттердің жану реакциясын Аруна біледі ме екенбіз? Біледі екенбіз, иә? Спирттердің өзара әрекеттесуін реакциясын білеміз ба? Білеміз, иә? Дұрыс. Яғни дескрипторлар бойынша барлығы түсінік. Алкогольді ұзақ уақыт бойы және шамадан тыс қолдану тәуелділікті, яғни ішімдікке салынуды тудырады. Алкогольге тәуелді ағзада әдетте зат алмасу процестерінде майларды, ақуыздар мен қанттарды тотықтыру үшін қолданылатын оттек спиртті тотықтыруға жұмсалады. Нәтижесінде көбінесе жүрек қызметінің әлсізденуіне әкеліп соғатын ішкі мүшелердің дегенерациясы, тыныс алудың қиындауы,
шығарамыз, ал тер, ет ол белоктан тұрады, нәруыз. Енді нәруыздардың денатурациясы деген ұғым бар. Денатурация ол белоктың құрылымдық формуласының өзгеріп, қайта қалпына келмеуі. Мысалға қарапайым ғана мысал, жұмыртқаны пісіргеннен кейін оның нәруызы қатты затқа айналады, іркілдек затқа. Сол қатты затты біз бастапқы іркілдек затқа қайтадан айналдыра аламыз ба? Соны біз белоктың, яғни ақуыздардың денатурациясы, бірінші реттік құрылымның өзгеруі деп атаймыз. I'm glad to represent you this chemical experiment. Now I will show you denaturation of protein structure. For this experiment we need all the equipment we need is test tubes, one chicken egg, and alcohol. We took an ethanol. And also there is no safety precautions because this experiment is 100% safe. Well, first of all, we need to take the protein of the chicken egg, and oops, that may happen, but everything is okay. Well, after we took the protein itself, we will add some ethanol to it. After the adding, we will mix it, and then we can see that the protein structure is getting cloudy immediately. It happens due to reaction of ethanol to it. You can see the little clouds, the turning the extraction to the white color, and also this is denaturation of egg structure. Denaturation itself means destruction of molecular structure of the protein, and also it may occur when ethanol is in reaction with every type of protein. It also may happen when a human drinks alcohol, because our body structure like skin and meat contains protein. So after that happens, all the protein becomes like this, very cloudy, and it doesn't look good. So this may happen to our face, to our bodies, and after good parties, humans can remark that their shape of their heads and bodies are getting bigger than normal. Енді келесі тапсырмамыз біздің осы спирттердің химиялық қасиетіне байланысты A, B, C деңгейінде ұлттық бірыңғай тестілеуде кездесетін есептерге байланысты, бүгінгі тақырыпқа байланысты біз қазір есептер шығарамыз. Яғни біздің мысалда 6 реакция теңдеуіне байланысты 6 есеп берілген. Осы есептерді әр топ жылдам шығарып үйренеміз. 6 есеп, яғни топта есепті бөліп алып шығарсақ болады. Бізге берілген үшінші есептің берілгені бойынша 92 грамм этанолды біз оттекпен жанғанда деп тұр, яғни реакция теңдеуі бойынша оттекті этанолға қосамыз. Реакция нәтижесінде көмірқышқыл газы мен су бөлінеді. Бөлінген реакцияны теңестіріп аламыз. Теңестіргеннен кейін бізде этанолдың массасы берілген, оның мр-ін тауып аламыз, және де көмірқышқыл газының қат жағдайдағы көлемін тауып аламыз. Және де осы берілген мәндер арқылы біз пропорция құрып 89,6 көмірқышқыл газы шығады. Шығатынын білген болды. Бізде де осылай шықты. Нема не олай? 20 болады. Яғни бұл пропанолдың массасы
жасау үшін біз алдарындағы жатқан ноутбукты пайдаланып learningapps.org сайтына кіріп жаттығу орындаймыз. Яғни chemistry'ге кіреміз, chemistry'нің ішінде органикке кіреміз, сөйтеміз де алкохол деген тақырыпты таңдаймыз. Сөйтіп тапсырмаларды орындаймыз. Маған сұрақтарың бар ма? Жоқ. Барлығы түсінікті болады болса, сабақты қорытындылай келе, сонымен спирттердің қандай химиялық қасиеттері бар екен? Немен әрекеттеседі екен спирттер? Мақсат? Спирттер негізінен синтелік металдармен әрекеттеседі. Сонымен тағы да әрі қарай жалғастырамыз. Аян. Сонымен қатар олар галогендер, яғни хлор, бром, фтор сияқты заттармен. Галоген сутектері. Нормасы реакциясынан тез жұлдызға қарай жалғастырамыз. Спирт бірге әрекеттеседі. Тесіп, жай эфирлер түзеді, әрі қарай эфир. Карбон қышқылдарымен әрекеттесіп, күрделі эфирлер түзеді. Күрделі эфирлер түзеді, дұрыс айтасыз. Бүгінгі сабақта тобым белсенді қатысты деген ойдамын. Әрбір топ мүшелері дескриптор бойынша жинаған балдарын атап өтетін болсам, Эльфия 10 балл, Толғанай 10 балл және де Умит 10 балл. Сабақ барысында Эльфия үй тапсырмасына және презентацияға қатысты, Толғанай есеп шығару барысында көмек берді және де Умит практикалық жұмысты орындады. Өте белсенді қатысты. Это қанша? Дискриптор бойынша Алынан жинаған балы 10 балл, Әсеннің жинаған балы 9, Нұрайдың жинаған балы 8. Ең бірінші Арынаға келетін болса, ол ең бірінші слайд қорғады, сонымен қатар карточка бойынша жұмыс істеп, есеп шығаруда жақсы атсалысты. Әсемге келетін болса, Әсем Learning Apps сайты бойынша жақсы жұмыс атқарды, Нұрайда карточка арқылы көп есеп шығарды. Жарайды. Сонымен, бүгінгі сабақтан сұрақ бар ма? Бүгінгі сабақ барлығына түсінікті болатын болса, енді үй тапсырмасы ретінде осы ұлттық бірыңғай тестілеуге арналған кітапшалардың ішінен өздерін ізденіп, 5 спирттің химиялық қасиеті кездесетін есепті тауып дәптерге шығарып келеміз. Түсінікті ма? Әр оқушының тапсырмасы әртүрлі болуы мүмкін. Сонымен қатар Jamboard тақтасына кіресіңдер, мен сендерге ссылкасын берген болатынмын. Сол ссылкаға кіріп, бүгінгі сабаққа байланысты кері байланыс жазып орындайсыңдар, кері байланыс жасайсыңдар сонда. Себебі сол кері байланыстың нәтижесінде мен келесі сабағымды жоспарлаймын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.